Assalomu alaykum rahmatulloh. Bugun bizde Nexia 2 benzinda açık durus jasamaydi. Yani kilitni açasın. Osындай sтрелкасы töbede turadi. Endi biz buni datchikdan deb o'yladik. Datchigi izlesangizlar datchigi bu aslında bakın aslında bo'ladi. Birovunda massa keladi. Nada massa bo'lishi kerak. Massa жалганат. Кейбір massa болмай қалса да, осы дұрыс жұмыс жасамай қалады. Біреуінде лампочка жанады, азайған кезде. Екіншісінде жаңа стрелканы көрсетеді. Поплавок осы жерде тұрады. 3 болтта қатайып тұр ма? Бұны ажыратып тастасақ та, штөк біреу барымызда ондай құлаған жоқ. Так, енді қарай кеттік. Әлі до конца тұр. Ерде штекерді соямыз. Артқа стоп, патарник. В общем, артқа кеткен питание ғой. Қазір қараймыз. Жаймен құлап жатыр. Яғни бізде ортадағы осы кеткен каналда кабеліміз массаға тиіп тұр. Сол массаны иншалла тауып атсақ, Алла қаласа ары қарай жалғасын салатын боламыз. Бензин датчик дұрыс көрсетпеуі, яғни вошым көрсетпеуі поплавоктан болады. Жаңағыдегі штекерлер абырып болып қалса болады. Осы жерде контактілер дұрыс жұмыс жасамай қалады. Мына жерде көгеріп кетеді, су тиеді контактілеріне. Осы жерлеріне минус беріп көрген кезде мына жағы көтерілетін болса, значит мына жақтан проблема болып қалады. Қазір біз осыны иншалла іздеп, Алла қаласа жалғасын салатын боламыз. Алла ісімізге жеңілдік берсін, береке берсін. Так, жұмысымыз істеп жатыр. Мына жердегі мына 1, 2, 3, 4 контактіде сары қызыл түскен провод осы бензин бактың жаңа стрелкасын көрсететін провод. Бұл жерден ажыраттық. Стрелкасы құлады. Қайт жалғаған кезде қайт көтеріліп кетті. Мына жерден кеттік сосын. Мына жаққа өтеді мына жерде. Ашсаңыздар. Осы жерде жаңалегі сары. Бұл жақта ақшыл болып кеткен жүйе. Сары болып тұр ғой. Ақшыл, қызыл. Астында поплавокқа барады осы. Осы жерден ортада массаға ма бір жер тиіп қалған. Оның бәрін ашпай, осы сыртынан басқа кабель жүргізе саламыз қазір. Сонда да жалғасақ, істемей жатыр. Астында су көрсетейін тағы. Шешіліп жатыр ма? Бензин бар сияқты. Поплавогын шешіп жатырық. Поплавогы істемейді екен. Қазір поплавогын ауыстырамыз, Алла қаласа, одан кейін ары қарай видеоның жалғасын түсіретін боламыз. Альхамдулилля, көлігімізді жинап біттік полный. Поплавок ауысты, проводкаларын бәрін ұрыстап жалғадық. Енді кілтті ашып көрейік. Кілт ашқанда жалпы полный бак көрсетіп тұратын. Кәден жайлап көтеріліп отырады. Отам осылайша. Bismillah.
болды. Қазір бізде жарты бақтай ма жоба бензин бар. Соны көрсетіп тұр. Бензин жалпы щитокты дұрыс көрсетпесе, щитоктың өзінен болады, щитокқа кіретін штекер болады. Мына жақта келетін штекерлер бар ғой, сол жақтан да болып қалады. Поплавоктан болады, поплавокқа баратын минустан болады. Көп себептердің бірі жалпы. Видео саған кезде сұрақтарыңызды жалпы сұрайтын сұрақтарыңызды айтып жатқаным ғой. Щитоктан болады, щитоктың кіретін штекерінен болады, ортада кабель обрыв болады, поплавоктан болады, поплавокқа барған минус болмай қалады. Сондай жағдайлар кездесіп жатады. Жалпы сол видео пайдалы болсын, каналға жазып, тіркеліп, лайк басып таратып қоямыз. Каналым дамуына себепкер болыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.